Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен фарштан қандай тағам жасауға болатынын көрсетемін. Өте дәмді тағам. Сіздер де жасап көріңіздер. Бізге ең алдымен пияз қажет. Видеода көрсетілгендей ішіңізге ұзын салып турап алатын боламыз. Алдын ала табамызды қыздырып, май құйып дайындап қойыңыздар. Енді қызып тұрған табамызға пиязымызды салып, жақсылап қуырып алатын боламыз сарғайғанша. Енді бізге фарш қажет. Қанша қоссаңыздар да өз қалауларыңыз бойынша сала бересіздер. Осылай етімізді жақсылап пиязбен араластырып қуырып алатын боламыз. Күйіп кетпеуі қажет. Орташа отта қуырып алыңыздар. Содан соң чеснок қосамыз. Чеснок та өте әдемі дәм береді. Барлығын жақсылап араластырып қуырып алатын боламыз. Енді бізге помидор қажет. Блендерден немесе мясорубкадан өткізіп алыңыздар. Мен осылай алдын ала дайындап қойғанмын. Жақсылап араластырып қуырып алатын боламыз. 1-2 минут помидордың кішкене суы тартылғанша. Енді дәміне қарай тұз қосамыз. Және қалауларыңыз бойынша өздеріңізге ұнаған приправаны қосасыздар. Мен хмели сумели деген приправаны қостым. Өте дәмді. Осылай кішкене араластырып дайындайтын боламыз. Енді бетін жауып, жарты сағаттай пісіретін боламыз. Біздің фаршымыз өте тез піседі. Енді осылай ыдысымызға су құйып, тұз салып, осындай макарондарымызды салатын боламыз. Бұл да 5 минуттай өте тез піседі. Біздің тамағымыз дайын. Осылай кішкене ғана су қалады. Өте дәмді. Видео ұнаса лайк бас, комментарий қалдырып кетіңіздер. Тамақ өте дәмді болып шықты.